Assalamualaikum. Бүгін мен сіздерге өздеріміздің таза продуктымыз бойынша малымат бермекшімін. Бұл бизнес үмкан деген продуктымыз. Бұл ауыл қожалығында mahsulotlарды қайта істеп шығару үшін берілетін кредит. Мәселен, сүт mahsulotlарын қатық, қаймақ қылып істеп шығаруға беріледі бұл кредит. Бұл кредитіміз 25 миллион миқдарында беріледі. 18%-дан жылдық пайызы 5 жылға дейін беріледі. Бұл кредитті сіз кепілменен, яғни кепілменен сөйтіп сорта полиспен алсаңыз болады. Сорта полис алынатын сумманың 2,5%, жылына 2,5% есептелінеді. Бұл кредиттің абзалдық жері қазір көп басқа кредитлерден пайызы білдіретін дәрежеде пәс 18%. Сөйтіп біздердің екінші mahsulotimiz бар. Бұл бизнеске бірінші қадам деген кредитіміз. 15 миллионға дейін алсаңыз болады, жылдық пайызы 26%, 3 жылға дейін алсаңыз болады. Қазіргі күнде тек сығырта таминатымен алсаңыз болады. Кепілмен ала алмайсыз бұл кредитті. Және жақсы қолайлы жері, осы екі кредитті алу үшін сіз банкке келіп жүруіңіз шарт емес енді. Банкке келіп жүруіңіз шарт емес. Бұл кредитті қазір алу үшін банкке келіп жүруіңіз шарт емес. Банктен біздер заявка жібереміз. Сол заявка сізге Зумрад приложениясына барады. Сол Зумрад приложениядан Face ID өтесіз, подтверждение бересіз, кредит хақиқаттан мен ала жақпан деген. Сөйтіп, маған келеді, махалли банкирға келеді. Мен малыматларыңыз теремен, не істей жақ, қанша уақытқа алacak, не затлар сатып алacak, сол затлардың бәрін мен кіртемен телефоннан. Сөйтіп, біздердің махалледе отыратын жәрдемші агенттерге барады. Ол Face ID-дан өтіп подтверждение бергеннен кейін біздердің басшыларға барады, замымызға барады, содан кейін басшылығымызға барады. Осы зат, зат болғаннан кейін сізге кредит шығарды. Пластик карта бипул болды, өзгерістен бірі. Пластик карта бипул болды. Енді сіз заявка жібергеннен пластик карта өзі автоматически ашылады. Сөйтіп, кредитіңіз шыққаннан кейін пластикті тек банкке алып кетуге келсеңіз болады. Сол қазір өзгерістер сол кредит бойынша. Онда оған кепіл берілмес қой. Ол өшіріп.